Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз қазақ тілі мен әдебиеті айлығы болғаннан кейін сыныптан тыс сабақ есебінде ұлттың көсемі, ұлттың мақтанышы, ұлтымыздың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен шығармасы туралы танысамыз. Және сол шығарманы танысу мақсатында Ахмет Байтұрсынұлы ұлт көсемі деген тақырыпта. Жалпы Ахмет Байтұрсынұлы кім? Ол қазақ қоғамына, қазақ еліне, қазақтың жеріне қандай еңбек сіңірді? Осы туралы қазір аз ғана бейнебаянды көріп алайық. Сосын сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Балалар, оқуға бар, жатпа қарап, жуынып киініңдер шапшаңырақ. Шақырды тауық мана әлде қашан, қарап тұр терезеден күн жылтырап. Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы туралы не білесің? Ол кім? Қай жерде оқыған? Қай салада қызмет атқарған? Ахмет Байтұрсынұлы өзін саясаткер ретінде қалай көрсетті? Ахмет Байтұрсынұлы кеңестердің тарапына өткеннен кейін немен айналысады? КСРОда қуғын сүргін басталғанда Ахмет Байтұрсынұлының тағдыры не болды? Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тарихында орны қандай? Сұрақтарға жауап іздейік. Ахмет Байтұрсынұлы мемлекет қайраткері, ақын, публицист, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы. Ахмет Байтұрсынұлы қазіргі Қостанай облысы Торғай атырабындағы Сарытүбек деген жерде ел арасында беделді Байтұрсын Шошағұлының шаңырағында 1873 жылы дүниеге келген. Жангелдин ауданы Ақкөл ауылына жақын тұста Ахмет Байтұрсынұлының өмірге келген үйі сақталып тұр. Сонымен қатар, әулетінің үлкен қорымында Ахметтің әкесі Байтұрсын, ағалары Қари мен Мәшен жерленген. Әкесінің інісі Ерғазы Ахметті Торғайдағы 2 сыныптық орыс қазақ мектебіне береді. Оны 1891 жылы бітіріп, Орынбордағы 4 жылдық мұғалімдер даярлайтын мектепке оқуға түседі. 1895-1909 жылдары ұстаздықпен айналысып, бала оқытты. Ахмет Байтұрсынұлы өзін саясаткер ретінде қалай көрсетті? Ахмет Байтұрсынұлы 1905 жылы жазылған Қарқаралы петициясы авторларының бірі болды. Сол кезден бастап, жандармдық бақылауға алынған Ахмет Байтұрсынұлы 1909 жылы 1 шілде күні губернатор бұйрығымен тұтқындалып, Семей түрмесіне жабылды. Кейіннен қазақ облыстарынан тыс жерге жер аудару жөнінде шешім қабылданды. Осы шешімге сәйкес Орынборға 1910 жылы наурыздың 9-ында келіп, 1917 жылдың соңына дейін Орынборда тұрды. Осы қалада өзінің ең жақын сенімді достары Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлымен бірігіп, және басқа да қазақ зиялыларының қолдауына сүйеніп, тұңғыш жалпы ұлттық қазақ газетін шығарды. Қазақ елінің азаттық қозғалысы тарихында Байтұрсынұлы редакторлық жасаған қазақ газетінің алатын орны ерекше. Ахмет Байтұрсынұлы 1917 жылғы революциядан кейін Алаш партиясы бағдарламасын даярлаған шағын топтың құрамында болды. Екінші жалпы қазақ съезінде оқу-ағарту комиссиясының төрағасы болып сайланды. 1919 жылы наурызда Алашорда өкіметі атынан кеңес өкіметімен келіссөз жүргізуге Мәскеуге барады. Сол жылы сәуірде Байтұрсынұлының ықпалымен Алашорда басшылары мен мүшелеріне кеңес өкіметінің кешірімі жарияланған еді. Ахмет Байтұрсынұлы кеңестердің тарапына өткеннен кейін немен айналысады? 1920 жылы Қазревком мүшесі ретінде Қазақстанның Ресеймен шекарасын межелеу ісіне белсенді араласып, Астрахан және Сібір аумағындағы қазақ жерлерін Қазақстан құрамына қайтаруға араласты. Сондай-ақ Қазақстанда мектеп жүйесін қалыптастыруға, мәдениет ошақтарын құруға, жаңа оқулықтар жазуға басшылық жасады. Осылайша Ахмет Байтұрсынұлы түрлі қызметке ат салса жүріп, 1926 жылы Бакуде өткен бірінші түркологиялық құрылтайға төралқа мүшесі ретінде қатысты. КСРОда қуғын сүргін басталғанда Ахмет Байтұрсынұлының тағдыры не болды?
балалар көрдіңдер ма? Яғни Ахмет Байтұрсынұлы аталарының өмір жолы қаншалықты қызықты, қаншалықты қиын және үлгі аларлықтай үлкен ғұламалық жол екенін көрдіңдер. Енді олай болатын болса, біз ары қарай Ахмет Байтұрсынұлының бүгінгі біздің оқу мақсатымыз, біліміміздің толықтыруымыз Ахмет Байтұрсынұлының өмірімен, шығармашылығымен танысу. Енді осы суретке мұқият қараңыздар. Біз өмір баянын бұрын өткеніміз және толық жан-жақты қайталадық. Енді бүгін мына кестені ала отырып, әрқайсымыз жұмыс жасайық. Бұл жұмыста не істейміз? Бұл хронологиялық кесте арқылы оқушылар Ахмет Байтұрсынұлының өмірінің мына мәліметтермен толтырамыз. Жылдары және сол жылдарда қандай маңызды оқиғалар болды және қандай мәліметтер алдыңдар. Осы туралы қазір жүктемен жұмыс жасайық. Al prestige. Al prestige. Ahmet Bайтұрсынұлы қандай шығармашылық жұмысы болды? Қай жылдар не істеді? Уақыт кетіп қалды. Mağazda oturuyor. Al kayıt oldayım. Kayıt oldayım. Birinchi to'p tayinlangan, ikkinchi to'p tayinsizlarmi? 3. Uchinchi to'p. Yaxshi, bariq to'plarni birinchi to'pdan boshlab. Tundaymiz. Al. Tundaymiz bolalar. 1878 жылы Ахмет Байтұрсынұлы бұрынғы Торғай уезінің Тосын облысы, қазіргі Қостанай облысында туған. 1909 жылы алғашқы кітабы Санкт-Петербургте 40 мысал кітабы жарық көрді. 1882
1400 жылдары ауыл мектебінде оқу бітіреді. Оқып бітіреді. Жақсы. 1909 жылы алғашқы 1911 жылы Маса кітабы жарық көрді. Жақсы, өте жақсы. Маса кітабы жарық көрді. 1870 жылы Ахмет Байтұрсынұлы Қостанай облысы Жангелдин ауданында Сарытүбек ауылында дүниеге келді. Жақсы. 1909 жылы Санкт-Петербургте 40 мысал аударма жинағы жарық көреді. Жақсы. Тағы топ бар. Келесі. Екінші топ. Отыра қойыңдар. Жақсы. 1878 жылы Ахмет Байтұрсынұлы Қостанай облысы Жангелді ауданы Ақкөл ауылында дүниеге келді. Жақсы. 1891 жылы Орынбордағы 4 жылдық оқу орнына түседі. 1895 жылы және 1909 жылы Ақтөбе, Қостанай, Қарасорым мектебінде оқытушы болып жұмыс істеді. 1037 жылы Алматы қаласында қайтыс болды. Жақсы. 1878 жылы дүниеге келді. 1937 жылы 8 желтоқсанда дүниеден озған. Өте жақсы. 1990 жылы 40 мысал аударма мысалы жарық көрді. 1911 жылы Маса кітабы шықты. 11 жылы Маса кітабы шықты. Жақсы. Келесі топ. Келесі топ. Дауыс шығарамыз. Қостанай облысы Жангелдин ауданы Сарытөбек ауылы. 1909 жылы 40 мысал аудармасы жинағында жарық көрді. 1911 жылы 2-ші жылдағы Маса кітабы жарыққа шықты. Жақсы. Ары қарай. Келесі. Көп мәліметтер қайталанса тоқтатып тұрамыз. 1884 жылы Орынбордағы мұғалімдер мектебін бітірді. 1911 жылы Ахмет Байтұрсыновтың 2-ші Маса кітабы жарыққа шықты. Екінші мәрте шықты. Жақсы. 1878 жылы Қостанай облысы Жангелді ауылынан Сарытөбек ауылында дүниеге келген. 1891 жылы Кейбір мәліметтер қайталанып жатыр. Орыс қазақ мектебін бітірді. 1895-1909 жылдары Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уезіндегі орыс қазақ мектептерінде балаларды оқытты. Жақсы. Келесі топ. 1890 жылы Торғайдағы орыс қазақ училищесін береді. Және де 1895 жылы Орынбордағы мұғалімдер мектебін бітіреді. Оған қоса кетсек, 1878 жылы және 1937 жылдары Ахмет Байтұрсынұлы дүниеге келді. Жақсы. 1909 жылы Ахмет Байтұрсынұлының Санкт-Петербург қаласында 40 мысал атты өлеңі жарыққа шыққан. Жақсы. Тағы. 1882 және 1981 жылдар аралығында ауыл мектебінде оқуды бітіреді. 1890 жылы ауыл мектебін оқып, орыс қазақ тіліндегі оқуды бітіріп, мұғалімдікке жұмысқа тұрады. Жақсы. Тағы. Ауыл мектебіндегі мұғалімдер мектебін бітірген. Жақсы. Толықсыз бар. Отыра беріңдер. Айтқандар отыра беріңдер. Жақсы. Әрқайсысымыз әртүрлі кесілер толтырған. Бірақ көбіне Ахмет Байтұрсынұлының туған жылы қайталанды. Және Маса кітабы қай жылы шықты деді? 11 жыл. Осы көп қайталанды. Тағы да 40 мысал. Яғни осы екі кітабы туралы мәліметтер көп айтылды. Бірақ қалған мәліметтер көбіне қайталанған жоқ. Сондықтан мына хронологиялық кесте арқылы біз сендердің қаншалықты дәрежеде осы Ахмет Байтұрсынұлы аталарының шығармашылығын, өмір баянын қаншалықты игергендерін аңғардық. Біз келесі екінші тапсырмамызда сурет бойынша әңгіме дейді. Сурет бойынша әңгіме болғанда біз қандай әңгіме жазамыз сурет бойынша? Біз 5-ші сыныпта Ахмет Байтұрсынұлы аталарының қандай әңгімесін өтеді? Кімнің есінде? 5-ші сыныпта. Қандай әңгімесін өтеді?
жаңа айттық қой. Шаян, Аққу. Бұл жерде не туралы айтылды? Бұл жерде бірліктің жетіспеу жайы. Достықтың болмағандығы үшін Шаян қайда кетеді, Аққу қайда кетеді, Шортан қайда кетеді. Яғни бірліктің болмаған үшін әрқайсысы жан-жан. Дұрыс айтасың, достық бірлікте болмаған үшін. Енді қазір сурет бойынша әңгіме әдіс арқылы біз шығармашылығын Ахмет Байтұрсынның өз ойларымызбен ортақтасамыз. Бұл топ жеке жұмыс. Әрқайсымыз сол жаңағы Шаянды мен сол суретін шығарам деп соның суретін қарай отырып, мына сурет бойынша әңгіме жасаймыз. Өзіміз әңгіме құрамыз. Абай атамыз не дейді? Болмасаң да ұқсатпа, бір ғылымды көрсеңіз. Сізге ғылым күндері жаңбай жатып көрсеңіз дейсіз. Бізде Ахмет Байтұрсынұлы атамызға ұқсап, өзіміз осы сурет бойынша Шортан, Шаян суретін негізге ала отырып, 5 минуттық әңгіме жасайық. Суретті жалпы кірісіміз. Ал орындайық. Сурет бойынша әңгіме. Яғни Шаян және Шортан, сосын не еді? Аққу. Шортан, Аққу, Шаян. Ал кім бітті? Ал жақсы, дайынсың ба? Оқиын. Ахмет Байтұрсынұлы. Оның 1990 жылы 40 мысал кітабы жарық көрген. Ол халықты бірлікке, татулыққа шақырған. Соны негізі Аққу, Шаян, Шортан әңгімесі. Олар бір қорапты тауып алып сүйремекші болады, бірақ олардың ойлары іске аспайды. Себебі олар әр жаққа тартады. Ахмет Байтұрсынұлы бұл әңгіме арқылы халықты бірлікке шақырған. Өте жақсы, жарайсың, тамаша. Еркебай. Ахмет Байтұрсыновтың Аққу мен Шаян және Шортан әңгімесінде үшеуі дос болған, бірақ достықтары бірлікте болмады. Сол себепті Шаян да, Аққу да, Шортан да барлығы жан-жаққа тарап кетеді. Ахмет Байтұрсынұлы бұл әңгімесімен достықтың күшті бірлікте болу керек екенін, адал дос болу керек екенін түсіндіргісі келді. Жақсы. Жарайсың, тағы? Бірде Аққу, Шаян, Шортан
жүреді. Ой, аққу шаян шортан жүреді. Олар бір чемоданды көреді. Сосын оны үшеуі үш жаққа жіппен тартпақшы болады. Ары тартады, бері тартады. Ақыры соңында олар чемоданды қозғалта алмайды. Сол кезде барлығы бірігіп тартып еді, бір уақытта тартып еді, чемодан қозғалады. Соңында олар күштің бірлікте екенін түсінеді. Чемодан қозғалады. Суретке қарашы, не көріп тұрсың? Арба, Жақсы. Енді сен өз ойың ғой ол жазған. Чемодан. Тағы қайсында? Жақсы, бірінші топтан Самирхан, Еркебұлан, жүргізуші Өтәлі жоқ. Келесі топ бар ма? Кімде бар? Ал Айдан. Бұл мәтінде автордың айтқысы келгені әрдайым достарымызға адал болу. Оны осы аққу шаян шортан арқылы суреттеп түсіндіргісі келді. Ол аққу шаян шортан үшеуі арбаны үш жаққа тартады. Бірақ олардың ойы оны ойындағындай істей алмайды. Себебі оларда бірлік болмады. Бірлік те болмады. Біріншіден, екіншіден суретке қараңдаршы балалар. Шортан суға тартады. Не үшін? Құрғақ далада өмір сүре алады ма ол? Өмір сүре алмайды. А шаян үшін? Шаян құрғақ далаға тартады. Құрғақта көп жүреді, бірақ ол суда да аздап өмір сүреді, бірақ көп жүре алмайды. Ал аққушы, аққуына жерде жүреді, бірақ көбіне не болады? Қанаты ұшады. Сондықтан міне шайтан көлге кетті. Аққу қайда кетіп барады? Аспанға шығып барады. Ал шаян жерде. Мына нәрсені үшеуі де тартып жатыр жан-жақтан. Ал ол үшеуі тартқан жерде бірлік бола ма? Жоқ. Әлбетте болмайды. Сондықтан бұл жерде Ахмет Байтұрсынұлы аталарың елдің бірлігін, татулығын, еңбектің бірде ғана біріксе ғана жеңіске жететіндігі туралы өзім ойын айтқысы келеді. Жаңа Гүлнұр өте жақсы айтты. Еркебұлан да өте жақсы айтты. Самирхан өзінің ойын айтты бұл жерде. Жақсы, тағы кімдікі дайын? Бір екі-үшеуін тыңдайық, сосын ақырын жалғастырайық. Уақыт өтіп барады. Ал Айнұр тыңдайықшы. Ахмет Байтұрсынұлының аққу шаян шортан әңгімесінде аққу шортан шаян үшеуі бір шөпке толы арбаны тауып алады. Ол арбаны үшеуі үш жаққа тартады, бірақ ол ойлары іске аспайды. Бұл әңгімемен Ахмет Байтұрсынұлы елдің бірлікте болуын айтады. Ахмет Байтұрсынұлының шығармасы «Шаян мен аққу». Баяғыда бір көлдің қасында сандық жатады. Оны көрген аққу, шаян, шортан сол сандықтың қасына жиналып, оның ішінде не бар екенін білгісі келеді. Бірақ олардың ойлары бірдей шықпайды. Және де үшеуі де үш жаққа тартады. Сандықты орнына жылжыту қиын болады. Аяғында үшеуі бірлесіп сандықты бірге тартады. Сандық ашылып ішінде достық бірлікте деген жазылды. Жақсы, рахмет. Дұрыс. Міне көрдіңдер ме? Ал Нұрдосты көрейік. Аққу шаян шортан өзен жағасынан арба тауып алды. Сол кезде аққу оны алдыға қарай тартты. Шаян артқа қарай тартты. Шортан қайда тартты? Шортан айтты, бәріміз алдыға қарай тартайық деді. Сол кезде бәрі алдыға тартқан соң арба алдыға қарай жүре бастады. Жарайды, жақсы. Яғни бұл жерде әрқайсың өз ойларыңды айтып толықтырдыңдар. Енді келесі бір сөйлеммен түйіндеу. Бағана біз айтып жатқан ойымыздың бәрі осы Ахмет Байтұрсынұлы аталары.
мына әдісті қолдана отырып біз әрқайсымыз көп жасаймыз. Мына ортаға қоя қойдық. Мына бір сөйлеммен түйіндеп әдісі бойынша мына топта біреуіміз бірінші сөйлем жазамыз, екеуміз екіншісін жалғастырамыз, үшіншіміз төрт, алты оқушы алты түрлі сөйлем жазамыз. Ахмет Байтұрсынұлы аталары туралы түсіндіңдер ғой енді? Әр топ көйлек. Бір-бір әрқайсымыз толтырамыз, ортаға шығып қойғанбыз. Сонда осы жерден бір сөйлем шығу керек. Ахмет Байтұрсынұлы. Екінші топтың алты сөйлем дайын екен, алыңыз. Оқимыз және оқимыз. Сөйлеміз әдемі болды. Жақсы, екінші топ дайын. Ал тыңдаймыз балалар. Ал басынан бастайық. Ахмет Байтұрсынұлы, ағартушы, аудармашы, қоғам қайраткері. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы Қостанай облысы Жангелдин ауданы Сарытүбек ауылында дүниеге келген. Ахмет Байтұрсынұлы араб графикасын негіздеген қазақ жазушысының іргетасын қалаушы. 1911 жылы Маса кітабы жарық көрген. Ахмет Байтұрсынұлы шығармашылық жүйесін бөлек жарық 1947 жылы 40 мысал өлеңі жарық көрді. Өте жақсы, тамаша. Қараңдаршы балалар, әр сөйлем бір-бірімен байланысты тұр. Туған жылы, оның туған жері, жасаған қызметі, ең алғашқы шығарған кітабы. Өте жақсы. Жарайды, бірінші топ дайын ба? Ахмет Байтұрсынұлы 1877 жылы Қостанай облысы Жангелдин ауданы Сарытүбек ауылында дүниеге келген. Ахмет Байтұрсынұлы ақын, аудармашы, лингвист. Ол оқушылардың бірнеше буын сауатын әліпбимен ашқан. Ол халықты бірлікке шақырған. 1910 жылы 40 мысал кітабы жарық көрген. 1918-1919 жылы Алаш Орда қатарында болған. 1925-1929 жылдары аралығында мұғалім болып қызмет атқарған. Өте жақсы. Жарайсыздар. Бұл жерде маған лингвист, яғни бұл сөйлемде де бірінші топтың жасаған жұмысында да сөйлемдер бір-бірімен байланысты тұр. Қай жылы қызмет жазады, қай жылы өзінің шығармашылықпен айналысты, және қандай еңбектер жазды. Өте жақсы. Жарайсыздар. Үшінші топ. Төртінші топ дайынсыңдар, иә? Ахмет Байтұрсынұлы Қостанай облысы Жангелдин ауданы Сарытүбек ауылында дүниеге келген. Ахмет Байтұрсынұлы 1878 мен 1937 жылдары аралығында өмір сүрген. Және де Ахмет Байтұрсынұлы педагог, публицист, ақын. Ахмет Байтұрсынұлы араб графикасына негізделген жазудың іргетасын қалаушысы. Санкт-Петербург қаласында 40 мысал атты кітабы жарыққа шықты. 1895 жылы ауылда мектебінде мұғалімдік қызмет атқарды дейді. Жақсы, жарайсыңдар. Өте жақсы. Келесі. Төртінші топ. Ахмет Байтұрсынұлы ана тіл туралы деп оқып үйренді. Ахмет Байтұрсынұлы өлеңде қалың ұйқыда жатқан қазақты оятуға бар күшінің жігерін салған. Байтұрсынов араб графикасында негізделген қазақ жазуының іргетасын қалаушы. Әкесінің інісі Ерғазы Ахметті Торғайдағы 2 сыныптық орыс қазақ мектебіне берді. Байтұрсынның қанатты сөздерінің бірі тіл жасалған елдің өзі де жоғалады. Мектептің жаны мұғалім деп айтқан. Мектептің жаны мұғалім, тілі жоғалған елдің өзі де жоғалады. Өте жақсы осы сөз. Мұндай қанатты сөзден көп бірінші, екінші, үшінші топтар қолданған жоқ болады. Төртінші топ өте әдемі орнаған. Міне көрдіңдер ме? Міне қазір сендердің жасаған жұмыстарының барлығынан бүгіннен бастап сендер Ахмет Байтұрсынұлы аталарының қаншалықты
еңбегінің зор болғандығын, қаншалықты біздің қазақ әліпбиі үшін, жалпы қазақтың білімі үшін, қазақтың жарқын болашағы үшін қандай қызмет жасағанын міне хронологиялық кесте, сурет бойынша әңгіме, бір сөйлеу, түйіндеу әдістерінде сендер жайын-жақты талдадыңдар. Біз не үшін Ахмет Байтұрсынұлы ұлттың ұстазы деп айтамыз? Түсіндіңдер ме? Неге біз ұлт ұстазы деп айтатынбыз? Мына жасаған жұмыстарында. Өйткені ол өте көп білім алған мұғалім өте жақсы. араб әліпбиін құраған. Жақсы. Ахмет Байтұрсыновтың шығарған әліпбиі қазақтағы ең бірінші әліпбидің бірі. Қазақ халқынан ең бірінші әліпби жақсы. Ахмет Байтұрсыновтың шығарған өлеңдерінде қараңғы қазақты біліммен сусындатуға, қараңғы қазақты біліммен нәрлендіруге Ахмет Байтұрсынұлының қазақ халқына деген көмегі өте зор. Жақсы. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ балаларына сауаттарын ашу үшін өз әліпбиімен таныстырды. Өте жақсы. Содан кейін тағы қандай? Ахмет Байтұрсынұлының шығармаларында білімге арнап, Ахмет Байтұрсынұлы білімге арнап көптеген шығармалар жазды. Жақсы. Енді бізге соңғы тақырыбымыз осымен қазір барлық болса кластер әдісі бойынша өз білімдерді толықтырып бүгінгі сабағымызды, бүгінгі Ахмет Байтұрсынұлына арналған шығармашылық сабағымызды аяқтаймыз. Енді міне Ахмет Байтұрсынұлы туралы не білдіңіздер дегенде әрқайсымыз тез-тез осы кластерді толтырып, және сол арқылы өзіміздің жұмысымызды көрсетеміз. Ал тез-тез бітірейік. Тез-тез. 5 минут қана уақытымыз бар, тездетеміз. Ал тездетеміз. 5 минуттың ішінде кластерді құрастырайық, сонымен жұмысымызды аяқтаймыз. Тездетеміз. Бірінші топ өте жақсы жұмыс істеп жатыр, екінші топта, үшінші топ. Нұсқа жазып шығарайық, яғни Ахмет Байтұрсынұлы туралы не білдіңдер?
жақсы тез десейші. Кім аяқтады? Ағай. Жақсы, бірінші топ, Гүлнұр аяқтады. Ахмет Байтұрсынұлы 1872-1937 жыл аралығында өмір сүрген. Қостанай облысы Жангелді ауданы Сартыбек ауылында туған. Ақын, жазушы, аудармашы, лингвист. Ол балаларға ана тілі әліпби тіл арқылы сабақ оқытқан. Алаш орда қатарында болған. Ол қазақ агитасын қалаушы. Ахмет Байтұрсынұлы түрмеде болса да, ол балаларға қайтсем де білім нәрмен сусындатам деп өзіне уәде берген. Өте жақсы, жарайсың, тамаша. Мен әр топтан екі оқушылардан алайын. Екі сыныптан кім бар? Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың ұлы ақындарының бірі, педагог, саясаткер, ағартушы, түркітанушы, ірі қоғам қайраткері. Араб графикасына негізделген қазақ әдебиеті мен қазақ мәдениетін тұңғыш зерттеген ғалым. Жақсы, Ерасыл. Ерсұлтан. Ахмет Байтұрсынұлы ақын, ағартушы. 1878 жылы дүниеге келіп, 1937 жылы дүниеден озған. 1909 жылы Мысал әңгімесі жарыққа шықты. 1911 жылы Маса әңгімесі жарыққа шықты. Қазақ халқын білімге шақырған. Ахмет Байтұрсынұлының жақын досы Уәлихан. Өте жақсы, жақсы. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ ақыны, педагог, аудармашы, түркітанушы, ғалым, жазушы, әдебиет зерттеушісі, ауыл мектебінде мұғалімдер мектебін бітірген. Жақсы. Енді бір оқушыны алайық. 1911 жылы екінші Маса кітабын шығарған. Ол 1909 жылы ең алғашқы кітабы 40 мысал кітабын шығарған. Ахмет Байтұрсынұлы ғалым, публицист, түркітанушы. Ол 1872 жылы туылып, 1933 жылы қайтыс болған. Араб графикасының әліпбиін ең алғашқы зерттеген адам. Өте жақсы, тамаша, жарайсыңдар балалар. Яғни қазір қарап отырсам, барлық оқушы кластер әдісі бойынша Ахмет Байтұрсынұлы туралы алған білімдерінде, меңгерген жазған жазуларында көріп отыр. Сондықтан біз биыл осы Ахмет Байтұрсынұлының ұлтқа жанашырлығы болғандықтан ұлттың ұстазы деп осы сабағымызды алып отыр. Сондықтан бүгінгі сабақты қандай дәрежеде игердіңдер, сабақтан не үйрендіңдер, осыны алу мақсатында қазір кері байланыс есебінде білім ағашына өз ойларыңды жазып кетіңдер. Сабақ аяқталды. Қазір ойларыңды кетіңіздер. Көріндер ме балалар? Өздерің хронологиялық кесте бойынша қалай жұмыс істедіңдер, сурет бойынша әңгімені бір сөйлеммен түйіндеу ең соңында Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылығы туралы өз ойларыңызды жаздыңдар. Бүгінгі сабақ өз деңгейінде, өз дәрежесінде өтті деп ойлаймын. Енді мына жерде білім ағашына өздерінің кері байланыстарын жасайды. Жақсы. Өте жақсы.